Көрермен қауым қалайсың? Жаршыңа бізді балайсың. Айтылатын сыр мен сын. Эфирде шоу жарайсың. Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты. Армысың Қазақстан. Алуа Қонарваға қыздардан құралған топтың қажеті қанша? Ринго мен Аюми топтарының арасында қандай байланыс бар? Ринго тобындағы жігіттермен біздің ара қатынасымыз ағалық қарындас сияқты. Қорықпашы толқыннан, қызықты сапарлар күтуде оңалдан. Және де өзге де қызықты бейнематериалдар біздің жарайсың шоуда. Сериал «Гашев Журек» будет на канале Еларна с 1 октября, то есть в новом сезоне. Это одна из главных премьер телеканала Еларна. Айсәуле, осы соңғы 5 жылдың көлемінде жаңадан қосылған отбасылардың 50% ғаламтор арқылы танысты. Демек, ғаламтордың елімізге тиіп жатқан пайдасы бар ғой дейсіз? Елімізге де пайдасы бар, және сол елімізде болып жатқан біздің жарайсың шоуға да тигізер пайдасы өте зор. Соны қазір ғаламтор жаңалықтарынан тамашалайық. Ғаламторда жаңалық көп. Мәселен, соңғы кездері біз көп айтып жүрген Твиттерде сыр сақтай алмайтын әлеуметтік желілердің осы бір түрінен Ділназ Ахмадиеваның продюсері Алуа Қонарваны ринголық жігіттер сияқты мама деп атайтынын білдік. Ал Алуа ханым Ділназға жазған бір твитінде қызым деп жауап қатты. Сондай-ақ әншінің Твиттер арқылы дыбыс жазу студиясын іздегенін, жаңа бейнебаян түсіргенін, әрі 22 қыркүйек күні Алматыдағы Республика сарайында жеке концерт беруге дайындалып жатқандығын, тіпті Ділназ KZ аккаунтының Ахмадиеваның атынан ашылған жалған парақша екендігінен де хабардар болдық. Айтпақшы жақында Алуаның туған күні болған екен. Мұны да біз Твиттерден білдік. Сондықтан ештен кеш жақсы демекші, туған күніңізбен құттықтаймыз. Және ринголық балаларың сыйлаған сыйлықтың керемет екендігін жеткіземіз. Продюсер демекші Баян Есентаева да өз балаларымен осы Твиттер арқылы тілдеседі екен. Мәселен, танымал продюсер бір твитінде кішкентай қызның менің туған күніме неге Леди Гага келмейді деген сұрағынан кейін абдырап, не жауап берерін білмей қалғанын жазыпты. Тағы бір айтарымыз, Баянның кішкентай қызы небәрі 8 жаста болса да, Твиттерде 300-ге жуық фолловері бар көрінеді. Айару Твиттерге әпкесі Айсәуленің алғаш рет тәтті тоқаш пісіргенін, ал анасының 35 жастағы фотосуретін салып, қызықты пікірлермен бөлісіп отырады екен. Бүгінге осы, ертеңгі ғаламтор жаңалықтарынан қапы қалмаңыздар. Бүгін бізде студияда қонақта әрі талантты, әрі сұлу қыздар. Ортада Аюми тобы. Қош келдіңдер қыздар. Қыздар, көңіл-күй қалай? Жақсы. Жақсы, тамаша ма? Барлық енді бірден сұрақ. Аюми қай тілден алынған, не мағына береді? Аюми жапон тілінен аударсақ, хош иісті, нәзік, ирис гүлі. Аюми яғни ирис гүлі тазалықтың, рухани байлықтың белгісі ғой. Түсінікті. Естуімізше Алуа Қонарова сізді бір іріктеу кезінде байқапты дейді. Жоқ, мен сабақ оқып жүрген едім ол күні, маған звондады, айтты, осындай кастинг болайын деп жатыр, барып көр деді. Оның алда мен бір кастингке де қатыспаған едім. Енді Алла илтергендей болды, сөйтіп келдім, бір ән айтып, бір билеп, сөйтіп бір звондады, маған өттің деді. Ал сіздер ше? Бізде сол Алуа Қонарваның өзі келіп, Тараз қаласынан келіп кастинг ұйымдастырып, сол кастингте мені және Айдана екеумізді таңдап алды. Сол бізге де бір сәттілік туды. Енді қыздар жеке танысайық, қай өңірден боласыңдар, осы жерде айтып кетсеңдер. Және қарап отырсақ, қыздарымыз салмақты, әдетті деп отыр. Қай жылғы болады? Көпшілік үшін қызық әрине біздің көрермендерге. Менің атым Ақназ, жасым 19-да. Туып өскен жерім Тараз қаласы. Қазір мен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқимын. Мамандығым эстрада вокал. Есімім Айгерім, жасым 18-де, Тараз қаласында Жамбыл политехникалық колледжінің экономист-бухгалтер мамандығын бітірдім. Содан оқуымды ары қарай жалғастыру үшін, жоғары білім алу үшін Тараз мемлекеттік университетіне эстрада вокал мамандығына түстім. Менің атым Майдана, жасым 17-де, мен де қыздар сияқты Тараз қаласында туып өскенмін. Қазіргі таңда Елебеков атындағы эстрадно-цирковой колледжінде оқып жатырмын. Таза Тараздың қыздардан құралған топ дейсіңдер ғой. Иә. Тамаша. Ал осы, Аюми тобы Қазақстан эстрадасына қандай жаңалық алып келді деп ойлайсыз? Яғни жоғары білімдерің бар екен, алып жатыр екенсіңдер музыкалық. Қандай жаңалық алып келулері мүмкін? Біріншіден стиль шығар. Біздің стиліміз басқа геолспентерден қарағанда ерекше болып келеді. Немен?
Өйткені біздің ән материалымыз бөлек. Аюми дегенге қарағанда жапондық сол шығыстық стильге кетіп қалған жоқ па? Сол жақтың қыздарына ұқсайтын ән жанрында? Жоқ, олай айтуға болмайды. Біздің ең бірінші мақсатымыз, мейлі біз шетел ән тыңдасақ та, жапон стилін ұстасақ та, біздің ең бірінші мақсатымыз өзіміздің халқымызға, өзіміздің елімізге ұнайтын сапалы әндер шығарып, сапалы дүниелер жазу. Тамаша, мінекей әңгімеміз қыза түсуде, фотодан жіберайық, өйткені бізде қазір шоу-бизнеске шоу десек те болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Хабар арнасы 2000 жылдың басында дүйім жұртты тоғысқан тағдырлар атты отандық туындысымен қуантқан есімізде. Одан бері тәжірибеміз артты, деңгейіміз өсті. Әйтеуір жыл сайын топырлатып телехикая шығармасақ та, бірдекілі түсіруге шамамыз жетіп жатыр. Түсіріліп жатқан өнімнің сапасын арттыруға мемлекет те қомақты қаржы бөліп, қолынан келген көмегін көрсетуде. Республикалық арналар да көрерменге сапалы, қызықты, тың өнім ұсынуды көздеп отыр. Ендеше мақсат айқын, айтарлықтай кедергі жоқ. Алға қазақ киногерлері. 1.28, 2.1. Баян Есентаева әмбебап тұлға. Оның қолынан келмейтін іс жоқ. Бұлай дейтініміз, өзін мүлдем жаңа қырынан танытқан продюсер көрерменін ғашық жүрекке ғашық етіп қойды. Иә, енді жұрт сүйікті фильмінің жалғасын күтіп отыр. Құрметті көрермен, сүйінші, Баян Есентаева сіздерді жалықтырмаймын дейді. Сондықтан хабар, ел арна телеарналарымен қоян қолтық жұмыс істеп келе жатқан Шайын Продакшн продюсерлік орталығының директоры телехикаяның түсірілімдеріне білек сыбана кірісіп те кеткен. Ал біздің ұжым түсірілім алаңына бірінші болып барып қайтты. Мы не снимаем в павильоне, да, это принцип сериала, принцип ситкома. То есть у нас нет готовые там 4 комнаты, и на которые уже выставлен свет, и вот просто поливай и снимай там по 3 серии в день. Это как бы реально. Мы снимаем не так много в день, но мы снимаем именно по киношным принципам. Весь свет выставляется как кино, драматургия, сценарий выстроен именно как кино, и мы хотим получить 25 готовых киношных серий. Но я бы назвала это многосерийным фильмом. Думаю, получится. Бәрін басынан басасақ, ғашық жүрек фильм болатын. Оның желісі де, жүйесі де сіз көрген фильмге мүлдем ұқсамайды. Сіздерге біраз құпияның бетін ашайыныз. Керек десеңіз, мұнда тіпті Мейрамбек те, мөлдір де жоқ. Есесіне, Кеше тобының жаңа құрамындағы Кәмшат пен Айдана бар. Тәрбиешінің рөлін ойнаймын. Балалар үйіне келген музыка пәнінен сабақ беремін. Балаларды музыкаға, өнерге шақырамын, үйретемін. Өнер жұлдыздарынан басқа тағы кімдерді көре аламыз, Баян ханым? Ну, одну из заглавных ролей играют именно девочки из нашего продюсерского центра. Ну, во-первых, потому что они реально поющие. Жанар Дугалова тоже появится в сериях, да. Но это будет такой сюрприз, который зритель будет ждать, как это будет разворачиваться. Это будет очень интересно, поверьте мне. Баян Есентаева появляется где-то в 13-й серии. Это уже где-то 2005 год, вот так уже, да. Вот. Но есть еще девочка, которая играет меня же в молодости, 25-летнюю. Это Аида, солистка группы «Вояж», которая очень на меня похожа. Ну и к тому же, в общем-то, на пробах она сделала то, что хотел режиссер. Жаңа туынды туралы айтар болсақ, телехикая сонау 90-шы жылдардың басындағы оқиғадан бастау алады. Басты кейіпкер баяғыша, әншілікті арман еткен кішкентай жетім қыз болмақ. Я здесь играю Жұлдыз, которая в доброй роли. И я попала в детский дом. У меня родители умерли или там просто катастрофе. Бірнеше фильмдерде роль сомдап, камераның құпия күшін бағындыра алған кішкентай актриса фильмнің мазмұны ұнағандықтан телехикаяға түсуге келісімін берген екен. Себебі ауыр тағдырлы кейіпкерді келісті де сәтті сомдап шығу сіз ойлаған оңай шаруа емес. Мына бір сәтті кадрдың өзі қаншама еңбекті, шеберлікті талап етеді десеңші. Отрицательный рольді ойнау әрқайсының қолынан келе бермес, ол оңай шаруа емес деп ойлаймын. Сценарист белгілі журналист Гүлнұр Маматарипова болса, таспалаушы режиссер Асқар Узабаев. Сериал «Ғашық жүрек» будет на канале Еларна с 1 октября, то есть в новом сезоне. Это одна из главных премьер телеканала Еларна. Полноценный, яркий, красивый сериал, который, я думаю, ждут наши телезрители. И это будет интрига, много сюрпризов. То есть я думаю, что это будет действительно главный продукт нового сезона нашего канала. Ендеше, арнамыздың басшысы Айгүл Мүкей бастаған шығармашылық ұжымға сәттілік тілейміз. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Әрбір топ болғаннан кейін топтың бір көшбасшысы болады.
Сендерде кім топ көшбасшы? Бізде көшбасшы деген негізі жоқ. Бәріміз Сөйлеуге қарап, сөйлеу бастаған қарағанда өзің көшбасшы сияқтысың ғой. Жоқ. Барлығының осы сұраққа жауабы біреу. Ал шынымен айтсаңыздар, кім? Біз енді жасымыз арамызда үлкен ақынбыз ғой, сондықтан үлкені болғаннан кейін сыйлаймыз. Кейде енді үлкендігін жасап бізге ақылын айтады. Концерттер болса, звондап көбінде ақыназ шақырады. Көшбасшы ақыназ. Енді көшбасшы деп айтуға болмайды, бәріміз ортақ бірдейміз. Енді үлкен болғаннан кейін үлкендігін жасау керек қой. Тамаша, деген нағыз таразды қыздарға тән жауап болды десек деп болады. Қыздар, girls band-тер қалталы ағалар үшін құралады деп айтатын адамдар көп. Сол туралы айтатындарың бар ма? Мүмкін бар шығар ондай. Бірақ біздің топ туралы айтатын болсақ, біздің топта ешқандай ондай қатынас жоқ. Тек қана өзіміздің талантымызбен, өзіміздің өнеріміздің арқамызда жиналдық. Өзіміздің осы өнеріміздің арқасында сахнаға шығып жүрміз. Өзіміздің жеке өміріміз бар дейсіңдер ғой, сахнадан бөлек. Әрине. Жігіттерің, қазір. Жігіт, жоқ. Ешқызда қолашып кетті. Әлде бастарыңыз бос па? Бастарыңыз бос, үшеуміздің де. Басымыз, мінеки жігіттер қуанып кеткен шығар, экранның алды жағында отырып, ура деп, Аюми тобының қыздардың басы бос екен деп. Яғни бұл кәдімгі өмірдің өзі сондай болғаннан кейін бе, әлде продюсер айтқаннан кейін бе, әзірше жеке өмірде ешқандай жаңалықтар болмасын, мені қуантып немесе көңіл күйімді түсіретін дегендей. Енді қалай айтсам, жігітіміз жоқ. Тек қана біздің қазір таңда істеп атқан жұмысымыз, тек қана жұмыс қана болып жатыр. Бұйырса оның бәрі алда болады деп ойлаймыз, әлі жассыз ғой. Әлі жассыз, тамаша, жассыңдар. Енді мынау кәсіби деңгейіндегі сұраққа өтсек сендердің. Халықаралық байқауларға көп қатысады екенсіңдер. Бар жерде жүлде алыпсыңдар. Қандай додаларға қатысыңдар, болашақта қандай додаларға қатысу ойларыңда бар? Мен Тараз қаласында жүрген кезде осы топқа келмей тұрып, бұрында көп конкурстарға қатыстық. Атап айтқанда, мысалы үшін Дельфийский ойындар, Әлші балапан, Бозторғай, осындай конкурстардан көбінесе жүлделі орын алатынмын. Қалай? Мен жеке жүрген кезде енді көп болды айтпағаныма, бірақ ең соңғы конкурстан очаровашкада мен гран-при алдым. Одан кейін мен Қазақстанның атына Германияға, Берлин қаласында Берлин Аперле деген конкурсына қатысып, сояқтан 3-ші орын алып келген едім. Мен болсам топқа келмей тұрып, тоже сольно айтқанмын. Басында республиканский конкурстарға, кейін халықаралық конкурстарға қатысып, жүлделі болдым. Ең соңғы қатысқан конкурсым ол Испаниядағы Золотой голос Испании, бас жүлде алдым. Тамаша. Баршамыз әйтеуір халықаралық конкурстарда тізіміміз өте көп дейсіңдер ғой. Ал енді бізге қонақ кәде ретінде ән айтып берсеңдер. Әрине. Айтатын әніміз Wild Dance. Just maybe I'm crazy. The world spins round and round and round. Shiriki-da, shiriki-dam-de, shiriki-da, shiriki-dam-na. I want you to want me as I dance round and round and round. Shiriki-da, shiriki-dam-de, shiriki-da, shiriki-dam-na. Forever and ever, go, 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 wild dancers. Dinah, Dinah, wanna be loved. Dinah, gonna take my wild chances. Dinah, Dinah, freedom ever. Dinah, Dinah, day, I'm wild and dancing. Ой, бәрекелді, тамаша. Құрметті көрермендер, әнді тыңдадыңыздар, тамаша орындалды. Бізде тағы да бұл қыздардың ән баяны бар, бірақ ән баянды тамашалау үшін бағдарламамызды соңына дейін көрулеріңіз керек. Жарнамаға ұлассың. Ал енді өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгін студияда жаста болса өте дарын талантты қыздар десек болады. Ринго тобында, яғни сіздердің продюсерларыңыз Алуа ханымды мама деп атайды екен. Ал сіздер не деп атайсыздар? Бізде продюсерімізді мама деп атаймыз. Ойлап қарап отырсаңыздар, Ринго тобындағы ағаларымыз продюсерімізді мама деп атап отырғанда, олардың жөнінде ол кісінің атын атағанымыз бізге кішкене қалай айтса болады, ыңғайсыздау, кішкене қиындау болды. Қанша дегенмен қазақи тәрбиеленіп, қазақ тәрбиесін бойымызға сіңірген қыздармыз ғой. Сондықтан біз қыздар өзіміз ақылдасып, келісіп, бізде ол кісіні мама деп атауды жөн көрдік. Көзқарасы қалай?
Ол кісінің көзқарасы да бізде кішкене жас қыздар екенімізді түсініп, көбінде ана секілді көзқараспен қарайды. Сондықтан біз ол кісіні мама деп атайық деп қабылдаған шешіміміз дұрыс болмаса бұрыс болған жоқ. Мынау Рингодағылар енді алғашқы туындылардың бірі болғаннан кейін Алуа ханымның мама дейді. Сендер енді оған немере сияқтысыңдар, кішкентай қыздар. Апа деген кездерің болмап па еді, әже деп. Неге апаның мамамыз өте жас? Тамаша, неге осы жауапты күткен едім. Алуа ханым. Ата-аналарың ренжімейді ме? Жоқ, ренжитін ешнәрсе жоқ қой. Ал енді мынау Ринго тобында ағыларды батырды батыраға дейді екенсіңдер. Иә. Өзгелерді ше? Енді батыраға енді ең үлкен болғаннан кейін біз оны батыраға деп айтамыз. Өзі де салмақты ғой негізі, өзгелерге қарағанда. Иә. Содан кейін батыраға деп қорыққандықтан айтатын шығарсыңдар. Қорыққан емес, сыйлағандығынан. Енді бәрін сыйлаймыз, бірақ енді Аян әділдерді ше? Оларды сыйлаймыз. Бірақ батырдың орны ерекше үлкен болғандықтан батыраға деп айтамыз. Журналистер сіздерді Ринго тобымен бірге жиі көреді. Ринго тобымен қарым-қатынастарың қандай? Ринго тобындағы жігіттермен біздің ара қатынасымыз ағалы қарындас сияқты. Біз оларды аға ретінде сыйлап, құрметтеп, жаңа айтып өткендей. Олар да бізді қарындас ретінде көріп, бізге ақылдарын айтып, кейде бізге ұрсытады. Оны қандай жағдайда ұрсады көбінесе? Мысалы, дала суық болса, жеңіл киіп шықса, бірден ұрсып, неменеге бүйтіп киінесің, дұрыстап киінбейсің бе десең, болашақта ана боласың, өзіңе қарау керексің, әнші болғаннан кейін дауысыңды сақтау керексің деп сондай кездерде ұрсады. Яғни қыста жеңіл киінеміз ғой. Жоқ, енді қыста емес қой, енді кейбір кезде мысалы күзде де көктемде де суық күндер болып қалады ғой. Енді біз әдемі киінеміз бе, неменеге сол киінбейсің деп. Яғни бірақ сахнадағы образдарын қандай, көбінесе Алуа ханым қандай стильде? Мысалы Ринго ұлттық нақышта, ұлттық колоритте шыққанда батырлардың образдарында шығады. Ал сендерге қандай бағыт таңдап беріп жатыр көбіне көп? Өзіміздің жасымызға лайықты образ. Мысалы, ең басына әнім деген әнмен шыққан кезде өздерін көріңіздер, жаңағы casual стиль. Ал енді екінші бейнебаянымызда көрсеңіздер, қағаз киімде сәл енді бір жастан үлкендеу болдық қой, соған лайықты. Соғанда бізде стилистеріміз образ тауып берді. Ал мынау, енді қыздар жоғары айтып кеттіңдер қағаз кеме әні деп, бұл бұрында Орда тобының орындауындағы. Қайтып жаңғыртуға не себеп болды? Бұл қалай репертуарларыңа кіріп кетті? Бәріне белгілі, бұл Орда тобының әні болған. Кейіннен бұл ән бізге ұнап, біздің мамамыз, продюсеріміз Алуа Қонарова бізге бұл әнді барлық құқықтармен сатып алып берді. Ешқандай заң бұзушылықсыз. Еркін түрде орындаймыз, еш уайымсыз. Сіздер гастролик сапарға жиі шығасыңдар деп естідік. Бір ерекше қала болды ма? Қай қаланың тыңдарманы сізге ең көп ұнады? Тараз шығар, иә? Тараздан басқа. Әрине Тараз. Үшеуіңді Тараздан таңдап алуына қызық не себеп болды екен Алуа ханымға? Мен кастинг мысалы Алматыдан өттім. Енді топты құрған кезде мен сұрадым ғой енді, аттарың кім боласы? Тараз күні бәріміз таңғалған едік. Қалайсыңда? Ну енді білмеймін. Солай болып шықты, үшеуміз де Тараздікіміз. Тамаша. Енді көбінесе көп халықпен танысқан кезде қай жақтан боласыңдар? Қайықтың тобы деген кезде Алматының тобы деп айтасыңдар ма, әлде Тараздың тобымыз деп айтасыңдар ма? Тараз енді біздің туылып өскен жеріміз ғой. Бірақ топты құрып атқан жұмыстың бәрі Алматы қаласында жүріп жатыр. Алматылық топпыз деп айтасыңдар. Тараздан шыққан Алматылық топпыз. Жарайды. Мынау бейнебаян Задорновский, бұл мамалардың таңдауы. Егер сендерге таңдау түссе, кімді таңдайтын едіңдер? Валерий Задорновский. Несімен сендері таң қалдырады, ол кісі несімен ерекшеленеді? Көзқарасымен, жаңа жұмыс жасағанымен, мысалы менің ойымша Валерий Задорнов маған ең үздік режиссер болып көрінеді. Мысалы бірінші бейнебаянды бізге де Валерий түсірген еді, нәтижесі қатты ұнады маған. Ал енді қыздар өздерің енді қыздардан құралған топ болғаннан кейін жол сілтейтін солардан бағытталатын бір топтарын үлгі тұтатын. Сендер кімге еліктейсіңдер? Әрине ондай топтар бар. Ол белгілі Destiny's Child тобы, Spice Girls топтары. Түсінікті. Қыздар сендер ше? Маған да өзіме өте Spice Girls ұнайды. Бір-бірлерімен қатты тіл табысып қалған өте дос қыздар сияқтысыңдар бір қарағанда. Енді осындай сұрақ туындауы мүмкін. Қандай жағдайда Аюми тобы тартып қалуы мүмкін? Қандай жағдайда? Бірақ Құдай сақтасын енді. Осы сұраққа ойландыңдар ма? Ондай жағдай әлі біздің шыны керек миымызға да келмепті. Ондай болмайды деп ойлаймын. Ал қыздар, алға қойған жоспарларың туралы айта кетсеңдер.
Алға қойған жоспарымыз, Құдай қаласа, Алла бұйыртса, осы Аюми тобының кезекті 3-ші бейнебаянын түсіру. Бұл жолғы әнімізде, бейнебаянымызда өте ерекше болмақ. Өзіміздің басқа қырынымыздан тағы да халыққа көрсетіп, таң қалдыру. Бірақ қазірше қалай болатын әзірше түсінікті. Қыздар, сендерге рахмет, әңгімелеріңмен бөліскендеріңе. Тамаша әңгіме болды. Қыздар Тараздан екен, 19-да, 16-да әртүрлі жас қыздар екен. Болашағына көп үміт түсіретін қыздар болыңдар. Нұрсұлтан, қазір қыздардың бейнебаянын тамашалайық. Қағаздан жасалған кеме көріп бүгін нарықта, асығым бақа қашып балада. Көзіма біраз кідірдім, аңғармаймын он күн ағып барады, алыс барады. Қорықпашы толқыннан, қызықты сапарлар күтуде оңалда. Балалық аралық сағым болып қалды алыста. Шықтық сапарға, үміт арқаулы. Өмірдің теңізінен шоқым осай кең-кеме. Желкендер тіккен қиялдағы кеме. Қорықпашы толқыннан, ашық болады аспан. Өмірдің теңізінде жүзген, желкенді қиялдағы кеме. Қорықпашы толқыннан, қорықпашы толқыннан, ашық болады аспан. Өмірдің теңізінде жүзген, желкенді қиялдағы, желкенді қиялдағы. Өмірдің теңізінде жүзген, желкенді қиялдағы кеме. Бәйгеге шапқан спортшыларымызды жанкүйерлер тақымын қысып үйде отырып емес, Лондонға барып қолдап келді. Ол үшін тұңғыш рет арнайы жанкүйерлер штабы құрылды. Сол штабтың ұйымдастырушысы Рима Тәжібаева жарайсың шоуда қонақта. Зүлфия, осы біз қазақ жанкүйерлері сондай бір ерекше сізге бір қолдау көрсеттік қой. Бізді естідіңіз ба дегенде. Әрине, сіздердің соншалықты маған берген әсерлеріңізден мен барып оп-оңай олимпийский рекордты барып оп-оңай алдым ғой. Сіздердің қолдауларыңызға арналған менің сыйым болды деген. Уақыт тәмам сау бол дейміз көрерменге. Жарайсың де, жарайсыңды көре берде. Не жетсін сыйластыққа сіздескенге, не жетсін телеарнада жүздескенге.